Бармын дегенге баршылық, тармын дегенге таршылық, жоқпын дегенге жоқшылық, тоқпын дегенге тоқшылық келеді. Адамның сөзі қандай болса, өзі сондай. Көңілі қандай болса, өмірі сондай. Мінезсіз адам болмайды, қисықсыз қадам болмайды. Бұл жалғанда 3 дауасыз нәрсе бар. Бірі кәрілік, бірі ажал, бірі мінез. Осы дауасыздарға төзімді бола біл. Құдай дүниені жылағанға емес, еңбектеніп қиындыққа шыдағанға береді. Бақ үміт ағашынан құлағанға емес, жоқтан барды құрағанға келеді. Өлшеп берген өмірді сүруден еш шаршама. Құлазыған көңілден көзіңнен жас тамса да. Күліп қара өмірге, күлімдеуден шаршама. Күліп өмір сүре бер, аяғыңнан шалса да. Дүниеде ең қиыны жалғыздық, ең жаманы жақыныңнан мәңгілікке айырылу. Ең ащысы ешкімге білдіртпей іштей тынып жылау. Ал ең ауыры осының бәрін жасыру үшін жалған күліп жүру. 3 түрлі адамнан аулақ болыңыз. Қателікті қолдайтындай дәрежедегі наданнан. Ақиқатты көрмейтін көрсоқырдан. Жасаған жақсылықты жоққа шығарушы шүкірсізден. Мықты адам бетке айтады. Момын адам үндемей қоя салады. Ең жаманы іші тар көре алмайтын адамдар арқадан пышақ ұрады. Өтірік пен өсек озып, шындық өлген заман. Саған суық су шашса, сен сол суды қайнатып кесесіне құйып бер. Не тілі күйсін, не іші күйсін. Ер жігіт жүрегін елге береді, жанын Аллаға тапсырады. Намысын ешкімге бермейді. Өткенге қарасаң көз талады екен, жастығың үнсіз артта қалады екен. Көңілің жас болғанмен жүзің кәрі, уақыт өз өрнегін салады екен. Мен жаман болсам алыстау жүр, зияным тиіп кетпесін, сендей жақсы адамға. Адамдар сен туралы былапыт сөйлеп жүрсе, Аллаға шүкір ет. Не себепті шүкір етесің? Өйткені Алла сені олармен емес, оларды сенімен шұғылдандырып қойған үшін. Әйел сынады, әйел жылайды, әйел құлайды, бірақ қайта тұрады. Өйткені балаларына анасындай қамқор ешкім болмайды. Ананы баламен сынамасын. Өзіңді кемсітуге, қорлауға жол берме. Сенің дәрежеңді түсіретін, кішірейтіп жіберетін байланысты үз. Түбінде сені кешірім сұрауға апаратын іс-әрекеттен аулақ бол. Сенің қадіріңді білмейтін жерге барма. Сені ұятқа қалдыратындармен достаспа. Қателікті бәрі жасайды. Кешірім сұрауда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ біреуге салмақты боп көрінуден бұрын, өз-өзіңе салмақты екеніңді көрсете біл. Уақыт алақанымызға құйып алған су секілді. Шөлімізді қандырып үлгеруіміз керек. Алдымен сіз күндердің қаншалықты тез өтетініне таң қаласыз. Содан кейін бұл күндер емес, өмір екенін түсінесіз. Саналы адам сағыңды сындырмас. Санасыз адам жаныңды тындырмас. Бір беткей адам бірлікті бұзады. Теріс мінезді адам тірлікті бұзады. Адамдарды кешіре біл. Кешірде олармен қоштасуды үйрен. Мәселе мынада. Адамдар жақсы адамдарды бағаламайды. Тек соларды пайдалануға тырысады. Бүгін сені елемейтін адамдарға ертең сен ғана керек болады екенсің. Өмір деген солай. Сенімге өте сақ бол. Өйткені біздің ең көп сенетін адамдар ғана бізге опасыздық жасайды. Өз аузын жаба білу талант. Басқалардың құпиясын жасыра білу өнер. Кейде сенің артыңнан кім ілесетінін көру үшін алға шығуың керек. Кейде сені кім тыңдайтынын байқау үшін
даусыңды бәсеңдетіп сөйлеуің керек. Кейде бәрі астан-кестең болып жатқанда, сенімен кімнің қалатынын білу үшін қате шешім қабылдауың керек. Жүрегіңнен керексіз жандарды шығарып тастасаң, іс жүзінде сені қадірлейтін адамдарға орын қалады. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп, жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Қабақ түймей күліп қана жүргейсің, қиындыққа қарсыласып күлгейсің. Барлығына бәрі жақсы деп қарап, батыл адам күлімдейді білгейсің. Ең қиын сәттерде жалғыз қалып шыдадым. Сондықтан менің өмірімде кімнің кетіп, кімнің қалғаны маңызды емес. Жағымпаздық бұл заманда басты өнер. Шындық оған бола алмай жүр тас кемер. Қазіргі бақ қайсар рухты ерді емес, арын сатқан жағымпазды ескерер. Адамға дүние де, байлық та керек емес. Адамға адам керек. Қиын күнде тастап кетпей қолдап тұратын. Ызғарын емес мейірімін төгіп тұратын. Адамға адам керек. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.